Мен Амангалиева Гүлнар Дүйсенбайқызы 1984 жылы 19 мамырда Маңғыстау облысы Боранқұл ауданында дүниеге келдім. Отбасылы 4 баланың анасымын. Қазіргі таңда Ақтау қаласында тұрамын. Педагогикалық еңбек жолымды Түпқараған ауданы, Баутин кенті 2010 жылы Ақбота балабақшасынан бастадым. 2010-2021 жылдар аралығында аталған мектепке дейінгі ұйымында мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мамандығы бойынша табысты қызмет атқардым. Осы кезеңде кәсіби құзыреттілігімді жетілдіріп, тәрбиеленушілердің жан-жақты дамуына бағытталған инновациялық және әдіс-тәсілдерді тәжірибеме енгіздім. Тәрбиеленушілерім түрлі байқаулар мен сайыстарда жүлделі орындарға ие болып, білім мен шығармашылық қабілеттерін жоғарғы деңгейде көрсетті. 2021-2023 жылдары Форт Шевченко мектеп-лицейінде мектеп алды даярлық сыныбының мұғалімі ретінде қызмет атқардым. 2021 жылдың желтоқсан айында педагог-модератор біліктілік санатын сәтті қорғадым. Сонымен қатар, педагогикалық тәжірибеден жинақтап, республик және облыстық журналдарға ғылыми әдістемелік мақалалар жарияладым. 2023 жылы отбасылық жағдайға байланысты Ақтау қаласына қоныс аударып, Есенов колледжінде арнайы пән оқытушысы ретінде еңбек жолымды жалғастырдым. Қазіргі таңда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтарын даярлау бағытында дәріс беріп келемін. Колледж қабырғасында кәсіби қызметімді материалдық техникалық базаны нығайтудан бастап, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу кабинетін заманауи талаптарға сай жабдықтап, әдістемелік тұрғыда жасақтадым. Білім алушыларым облыстық республика деңгейдегі байқауларға жоғары нәтижелер көрсетуде. Ақтау қаласынан өткен облыстық WorldSkills 2025 чемпионатында білім алушым Ұзақбай Рабия үздік медальон номинациясы иеленді. 1000 бала республикалық байқауында Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай ұйымдастырылған көркем сөз сайысында Бекжан Салтанат бірінші орын алды. Абай Құнанбаев арналған байқауда Лес Ажар көркем сөз номинациясы бойынша бас жүлде ие болды. Республика ғылыми танымдық білім айнасы сурет байқауында Уали Асемай бас жүлде, Қалбаева Жанар бірінші орын иеленді. Жетістіктерім үшін Есенов колледж басшысы Қазбек Серпаевтың алғыс хатымен марапатталдым. Мектепке дейінгі тәрбие баланың болашағына қаланатын алғашқы іргетас. Арнайы пән оқытушысы ретінде менің мақсатым білім алушыларға тек теория емес, жүрекпен сезінетін мамандық мәдениетін қалыптастыру. Әр балаға сапалы тәрбие, әр болашақ тәрбиешіге сенімді білім беру. Менің кәсіби ұстанымым. Назарларыңызға рахмет.